Армысыздар, құрметті оқырмандар. Жазушы Ғабиден Мұстафиннің «Миллионер» повесін насихаттау мақсатында «Миллионер» повесі туралы ой тақырыбындағы дөңгелек үстелге қош келіпсіздер. Қазақ прозасы философиялық тың туындылар мен тіршілік тартысын тереңнен толғайтын шығармаларға бай. Шетел әдебиеттен асып түспесе еш кем емес. Әдебиетімізге осындай туындыларды тарту еткен, қаламынан өзі өмір сүрген, ғасырға жуық ғұмырында қазақ даласында болған өзгерістерден, халық өмірінен сыр шертетін дүниелер туған. Қазақ әдебиетінен ойып тұрып орын алатын реалист жазушы Ғабиден Мұстафин. Ербол Сыпатаев атындағы орта мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Жанар Нұрланқызына повесть жайлы өз ойын білдіруге ұсынамыз.